Одан кейін тағы бір үлкен нығметті атады. Ол күллі жердің бетіндегі жұп жануарлар, жәндіктер, құрт құмырсқалар, тіпті өсімдіктерге дейін аталық, аналық деген Алланың бекіткен заңына тәуелді жаралған. Ешқашан бұл нәрсе өзгермейді. Ғылым бұны зерттеп, таң қалатын нәрселерін әкемесе, ғылым бұны ешқашан өзгерте алмайды. Және бұдан жақсырақ нәрсені ешқашан әкеле алмайды. Және ешқашан бұны қайталай да алмайды. Қаншалаған темірлерді қозғалтып адам сияқты жасаймыз деп сізді таң қалдырамыз десе де, бос нәрсе бәрі, бос нәрсе. Сондықтан Алла Тағала келесі аятында үлкен бір ақиқатпен шақыру тастады. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Және де ер мен әйелді жаратқанымен ант етемін. Немесе ер мен әйелді жаратқанмен ант етемін деп өзімен ант етті. Сонда сіз ойлаңыз. Өзін осы үшінші аяттағы ант еткен нәрсесіне қосты өзін. Түнді Алла Тағала жаратты, сөз жоқ, бас иеміз Алланың құдіретіне. Керемет нәрсе, жеңілдік. Күндізбен ант етті, сөз жоқ, я Раббымыз. Не деген кереметсің? Құдіретің не деген еді? Білімің не деген еді? Жеңілдік, мойындадық дегенде. Үшіншісінде жұпты ант еткен кезде әсіресе бірінші орында адам баласы тұр. Бірінші орында адам баласы тұр. Ер мен әйелді жаратқанмен ант етемін деп өзін осы аятқа өзін қосып ант еткен кезде ойлаңыз. Бұл жерде қандай мағына тұр? Дәп сені, адамзат, босқа жаратпадым. Дәп сен менен ешқашан құтылмайсың дүниеде де ақыретте де. Түн мен күндіз қиямет сағаты орнаған күні жойылады. Миссиясы аяқталды, қызметі толық аяқталды. Жер де аяқталады. Мына жер толығымен күл талқан болады қиямет күні. 7 қабат аспанға дейін түтілген жүндей болады. Сөгіледі, жоқ болады. Күллі нәрсе. Сосын қайта тірілетін күні мына біздер қайтадан тірілеміз. Ер мен әйелді, адамды демей, өйткені адам қызықсыз нәрсе болады, жұп болмаса. Алланың мақсаты солай қалады. Жердің бетіне адам деген жаратылыс арқылы сән беруді қалады. Адамды жаратпай тұрып жерді жаратқан еді. Қолайластырып, күллі тіршілігіне мына бүгін қазір біз нені көріп тұрмыз? Адам ата жарылмай тұрып пайда болған нәрсе мынау. Адамды жаратпай тұрып жайын жаратқан, жағдайын жаратқан, комфортын жаратқан. Бәлкім шүкір ете ма деп ойлаңыз. Сосын осы жердің бетін жұп қып, Адам мен Хауа анамызды жаратып. Ниса сүресінде айтқандай, я айюханнас, ей адамдар, иттақу роббакум, қожайындарыңнан, Раббыларыңнан, сендерді жаратқаннан, сендерді ризықтандырып жатқаннан, нағыз түп иелеріңнен абайлаңдар. Аллази халақакум мин нафси уахида. Ол сендерді бір ғана жаннан жаратқан. Адам деп аталатын. Адам деп атын өзі қойған. Міне, оған білімді өзі үйреткен. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Және оның жұбайын содан жаратқан, мына адамнан. Әйел затын, мына еркектен жаратқан, жеке топырақтан емес. Бұл Алланың хикметі, әр нәрсе өзінің орнын осылай түсінбесе, жердің бетінде бүліну көп болады. Ол бөлек жаратылыс болмасын деп, әйел затын жеке топырақ алдыртып жаратпады. Оны тірі нәрседен жаратты. Ойлаңыз.
сендерді бір ғана жаннан жаратқан, сосын одан жұбайын жаратқан, жұбын жаратқан. Міне. Ва бәсса минхума риджалан касиран ва ниса. Сосын сол екеуінен ғана жердің бетінде қаншалаған ерлер мен әйелдерді таратып қойған дейді. Ниса деп аталатын сүре бар. Әйелдер деп аталатын сүре. Әйелдердің орнын сол жерден көрсеңіз болады, өйткені еркектер деген сүре жоқ Құранда. Әйелдер өзінің орнында, Алла тағала өздеріне берген орнында, өзінің мәртебесінде, өзінің қызметінде мықты тұратын болса, ол өте үлкен Аллаға деген құлшылық. Сондықтан адам атамызда Алла тағала жаратқаннан кейін соның жүрегінің астындағы қабырғасынан Алла тағала әйел затын жаратты. Адам соншалықты ақылды еді, өзіңіз ойлаңыз. Ей адам, оның есімін неге Хауа деп қойдың деп сұраған кезде, ол тірі нәрседен жаралғандықтан дейді. Ойлаңыз. Ат қойған кезде ол қандай адам, қандай атаң қандай болған? Біліммен сөйлеген. Неге деген сұраққа хикметпен жауап бере алған, сіз ойлаңыз. Неге Хауа деп қойдың? Алла тағала өзінің жаратқан адам деген жаратылысын ұнатуда. Ойлаңызшы, жаратылыс, міне адам. Қазіргі роботпен салыстыр, сен бүгін не нәрсеге таңғалып жүрсің сен? Сен өзің түсіп кеткенсің. Проблема осы да. Сен қазір ғана біреулердің жасап жатқан роботтарына қара да, мына адамға қара. Алланың назарымен қара. Ойлаңыз. Ей адам, неге сен оны Хауа деп қойдың? Ойлашы, жаратқан нәрсе сөйлеп жатыр ақылмен. Сен керемет жаратылыссың. Сен өзіңе таңғалудан қалғансың, өзіңді қадірлеуден, өзіңді сүюден. Сені дүние жеңіп кеткен. Сен дүниенің құлысың. Солардың есебімен ойлайсың бүгін. Дүниенің есебімен, айналадағы біреулердің көзқарастарының есебімен. Сен өзіңді құрметтеуден қалғансың. Алла тағала саған сондай құрмет берген. Ей адам. Өйткені сен оны тірі нәрседен жараттың, Раббым. Сондықтан тіріден жаралғаннан кейін тіршілік деген нәрсе хая болғандықтан, ойлаңыз, өмір тіріден жаралған тіршілік иесі. Тірі ерден жаралған тіршілік иесі, және одан кейінгі тіршіліктің барлығы содан тарайды. Ойлаңыз, бұл әйел заты деген ер адамға өзінен жаратылып берген қандай керемет сыйы болып тұр. Сондықтан неге ант етпеске Аллаға бұл нығметпен? Кім бұны жасай алады? Кім адам деген нәрсені жасай алады? Кім жұпты жарата алады? Кім мына екі өсімдіктен аталық, аналық деген нәрсе? Кім өсімдікті көбейте алады? Кім? Ойлаңыз. Сонда ғылымның, дүнияуи ғылымдардың күллісінің мақсаты Алланы шығарып беру керек болған. Ол арғарай шариғат оқытып жатқан жоқ оларға. Күллі дүниенің ғылымдарын жаратылысты зерттеп жатқандардың бірақ қана қызметі бар. Алланы шығарып беру міне. Мынау Алланыкі деп айту болды. Одан кейін Алла не дегенін, оны басқа орында барып үйрене береді адамдар. Мешітте, мынандай университетте дегендей нәрсе. Сондықтан адамзат сондай қиянатқа барып, Алласыз оқытқаннан кейін, Алла өзі қайтадан оқытпаса болмайтын болды. Және оны оқытқанда да, бұрынғы біреулердің кітабын оқып, санасы түрлі нәрселерге жеңіліп, таласы көп, сыны көп адамға емес, түк оқымаған адамға оқытты. Түк кітап оқып көрмеген, тап-таза парақ. Алла қазір нені оқыса сол қона беретін. Ойлаңыз. Ер мен әйелді жаратқан мен ант етемін. Неге Раббым түннің кезінде түнді жаратқан мен ант етемін демедің? Күндізді жаратқан мен ант етемін демедің? Бірақ неге мына адамға келген кезде ерді және әйелді жаратқан мен ант етемін дедің? Өйткені бұл екеуі маған құлшылық қылудан басқа нәрсе үшін жаралмаған дейді. Зарият сүресінде. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
Ойлаңыз. Жаратпадым деп бастайды аят. Жаратпадым мен жынды да адамзатты да өзіме құлшылық қылудан басқа мақсат үшін. Құлшылық қылудан, мені тыңдап өмір сүруден басқа мақсат үшін маған бойұсынып, өйткені мен ең мейірімдімін. Өйткені мен жасаған сені. Мен авторыңмын. Сенбесең дәлелдеймін жаныңды алатын күні. Авторыңның кім екенін танысарсың соғына. Бірақ кеш болады. Сондықтан ерлі зайыптылар болса, осында мысал айтайық. Ерін әйеліне сыйлаған, ол әйелді еріне сыйлаған. Ол тек Алла. Ол осындай керемет нәрсені үйлестірген. Екеуінің арасына Рум сүресінде айтқандай «Уәжағала бәйнәкум маваддатан ва рахма». Ол сендердің араларыңа, ерлі зайыптының арасына махаббат пен рахымдылықты жасап берген. Тіпті сезімдерге дейін мен жасағам. Сен оны тек өлеңде айтып жүрсің, ойлап жүрсің ғой, өзің жасап жүрсің. Ана сезімдердің барлығын мен жаратқам. Тек оны өзінің шеңберінің ішінде, әдепті орнында, өзінің бір тиісті орнында істелетіндей, өз үйім өлең төсегім дейтіндей, сахнада көрсетіліп келмейтіндей. Тіпті өлең болса да айтқың кеп тұрған. Күллі халықтың алдында айтып керек емес, оны үйіңде айт. Өйткені ол сезімдерді мен тұншықтыруың үшін жаратқан жоқпын дейді ол. Істесін үйіңде күллісі. Соның барлығын мен жаратқан. Ана аузыңнан шығып атқан әдемі сөздер осы. Жаным дейтін сөзді мен жаратқанмын. Жұбым, жұбайым, күнім деп, мынау күнді жаратқаннан күнім деген сөзді үйреткен мен. Түн деген сөз жаратқаннан кейін Ләйлә деп ат қоюды үйреткен мен дейді. Сен менікінен басқа еш нәрсені жасай алмайсың дейді бұл өмірде, адамзат. Сондықтан жұп қып жаратуды қаладым ба, міне, күллі. Сен менікісің, менің заңдылығыма тәуелдісің. Аталы өзімен ер мен және әйелді жаратқан мен ант етемін. Өйткені адамзаттың сәні осы екі нәрседе тұр. Неке, ұрпақ тәрбиелеу, бала, әртүрлі жастағы бала, қыз бала, ұл бала. Содан кейін керемет адамдар шығады дегендей нәрселер ары қарай кетеді. Тарих аяқталады, шығарып саламыз келесі ұрпақ қып. Соның бір екі адамнан басталған аталы әлі жалғап келе жатыр. Сол адамзат бірінен соң бір өмірден озып жатса да, мына түндерде қаншама түндер ауысып жатыр, қаншама күндіздер. Не деген билік бұл таусылмайтын? Басы етіндей билік емес па? Жеңілетін нәрсе емес па? Әлде сана сезім ақылдаудан қалған ба? Сондықтан Алла Тағала адамның ақылының қалып қойған тұсын көтермекші. Оның ақылы біліп жүрген нәрселерді емес. Алла Тағала біледі Құранда. Аллаға және ақыретке иман келтірмейтіндерде білімнің бар екенін. Бірақ қандай білім? Ақылдың бар екенін. Сана сезім бар. Ақылды айт бір мәселелерді. Қандай мәселелерді? Яғламуна зохирун минал хаятид дуния. Олар осы дүние тіршілігінің сыртын ғана біледі. Осы дүние тіршілігі, күллі оқыған білімінің жеткен шыңы да осы. Бұдан басқа нәрсені сұнамайды адамзатқа. Келесі ұрпаққа да сұнамайды оны. Бұл тар ұғым, өмірдегі тар ұғым. Ал ақыретке қатысты келсек, нағыз өмірді қайта-қайта оларға естеріне түсірсек, бейқам, ертегі, өтірік, кім барып кепті о жаққа? Барып келгендей айтады, Құран айтып жатыр. Алла ғайыпты білгендіктен айтып жатыр. Сондықтан олардың сана сезімі, жүректері тек қана дүниені ақылдайды дейді Алла. Дүниені білімдейді. Алайда Алламен байланысты сана сезімі еш ақылдамайды дейді ақиқатта. Алламен жолығатын күнге тіпті күледі. Ертегі санайды. Ал адамзат сол Алламен жолығу үшін жаралған нәрсе о баста. Сондықтан Алла Тағала келесі аятта біздің жағдайымызға хабар береді.
Егер біз айтқымыз келсе, сұрағымыз келсе, біреу шынымен де Алла тағаладан білгісі келсе, біз туралы не айтасың, Раббымыз? Мына жердің бетіндегі күллі адамзат. Мысалы, біз қазір Қытайға таң қалып жатырмыз. Ғылымның кейбір жолдарында бізден озып кетіпті. Шығармайтын нәрсесі жоқ. Біз Жапонияға таң қалудамыз, Раббымыз. Не бір техника, не бір ғылымдардың шегіне жетіп жатыр. Біз Кореяға таң қала бастадық. Соңғы кезде неше түрлі нәрселер шығарып беріп жатыр. Бір Германияға таң қалдық. Біз таң қалатын елдер көп. Жалпы біз туралы не айтасың, Раббым? Білгіміз келеді, өйткені бізге тура жол керек. Менің бостан босқа күш қуатымды бір жаққа қарай бұра бергім келмейді. Маған нақты нәрсе керек. Мен қай жаққа қарай жұмсалу керекпін жалпы? Сонда Алла Тағала айтады, осы үш нәрсемен ант етемін. Мынау ақиқатқа дейді. Инна сағякум лашатта. Егер нақты білгілерің келсе, сөзсіз сендердің мақсаттарың да, еңбектерің де әртүрлі. Негізі ол бір түрлі болу үшін ғана жаралған. Мақсат тұрғысынан, мамандықтар тұрғысынан емес. Мақсат тұрғысынан. Өйткені мақсат бағана өздеріңізге айтылғандай, мен жаратпадым жындарды да, адамзатты да өзіме құлшылық қылудан басқа нәрсе үшін. Адам құл болса тек маған құл болады. Менен басқа нәрсеге құл болуы өзін төмендетуі дейді, ол бітті. Шынымен де сендердің мақсаттарың, талаптарың, ізденістерің, ұмтылыстарың, қараңыз, еңбек амалдарың әртүрлі. Мен соны ашып бергім кеп тұр дейді. Кім босқа өмір сүргісі келмейді? Кім сүйеді өмірінің заяға кетпеуін? Кім сүйеді менімен жолығатын күнінің ең оңай болуын? Кім? Міне сол үшін түсіп жатыр дейді бұл аяттар. Олай болса біз Алла Тағаланы тыңдайық. Алланың махаббаты қай жақта?